Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылым ғасырлар бойы келе жатқан ұлы ғұламаларымыздың ең керемет афоризмдерін қамтиды. Топтамамызды бастамас бұрын арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Адам баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де дәл солай, кішігірім істен бастау алады. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тілінен сүрінген құрып кетер. Бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Ақылды үйренуді, ақмақ үйретуді сүйер. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Егер де бүгін өте көп тамақ жеп қойсаңыз, ертеңіне аш жүріңіз. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, грек жаңғағын балға араластырып жей беріңіз. Жұмысты шалқауға тапсыр, сонда өзіңе үйретеді. Ашумен істегеніз шығынға душар етеді. Өзгеге иә дер алдында өзіңе жоқ демейтініңе сенімді бол. Ашулы кезіңде шешім шығарма. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз, сонда өзгелер алдында құрметті боласыз. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес, сондықтан оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандай да бір жетістікке жеткіңіз келсе, дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған басқа қырынан қарау. Шыда деп айту оңай. Өмір бір-ақ рет беріледі, бірақ бізге берілген мүмкіндіктер шексіз. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Жолыңыз бір болмаса, жоспар жасаспаңыз. Егер сіз өз өміріңізді өзгертетін сол бір жалғыз адамды іздесеңіз, онда айнаға қараңыз. Балдың да уы бар. Рақат іздесең бейнетінен қорықпа, қуаныш іздесең қайғысынан қашпа. Ақыл мен білім төбеңді көкке жеткізеді. Жетістікке жетудің 3 құпиясы басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс жасау, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өзімшілдік орасан зор кемшілік. Боранды күні берілген уәде, тынық күні ұмыт болады. Адам естіп білгенімен ғана қалыптаспайды. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек, оны өзіңіз де әлі түсінбегенсіз. Қайғылының көзінше қарқылдап күлме. Қанша асықсаң да мезгілі жетпей іс бітпес. Ақырын жүрген алысқа барар. Ғашық кісіде шыдам болмайды, шыдамы болса ғашықта болмайды. Дүние кейде бал сыйлайды, кейде ара боп шағады. Су өзінің өрт сөндіре алатынын білмейді. Дүние тауқыметінен 2 адам құтылар. Біреуі әлі тумаған адам, екіншісі өлген адам. Кім қаласа жол іздейді, қаламаса себеп іздейді. Ештеңеге қарамай үйлен. Жақсы әйел жолықса, бақытты боласың. Жаман әйел жолықса, философ боласың. Жаманмен жолдас болсаң, көрінгенге күлкі етер. Жақсымен жолдас болсаң, айырылмасқа серт етер. Сыпайы сырын білдірмес.
Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас негізге. Құм жиналып тас болмас, құл жиналып бас болмас. Еркіндігің болмаса, азатпастан не пайда? Ақылмен арыстан ұстауға болады, ақылсыз тышқан да торыңа түспес. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. От түтінсіз болмас, жігіт мінсіз болмас. Атасынан ақыл алса, тентек ұлда түзелер. Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлтта жүк көрінер. Жасында тырысқанның қартайғанда қуанышы көп болар. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Ұл өссе, ата тыныс алады. Ашу қысса, ақылың ғайып болар. Ақымақ адамның мынадай екі белгісі бар. Өзіне пайдасы жоқ нәрсені сөз ету, өзі білмейтін нәрсеге мұрнын тығу. Осымен бүгінгі топтама аяғына жетті. Егер сізге видео ұнап, пайдалы болып жатқан болса, лайк басып, комментарияда өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз.